Ассалаумағалейкум қазақ елі. Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында Цветочный көшесінде ұлттық қазақи нақышта бірінші мейрамхана Құдай бұйыртса 15 желтоқсаннан бастап ашылады ағайын. Міне қараңыздар. Мына жақта қаншама көлік сиятындай тұрақ. Екі жағынан да кіріп, екі жағынан да шығу болады. Ар жағы, төмен жағына Жібек маталар комбинаты, Үлбі кенті, мына жер металлург, мына жерде тұрақ негізі. Мына жақтың бәрінде көлік сият. Бұйыртса 15-ті ашылады. Енді қазір шын барып көрсетейік ағайын, қараңыздар. Міне, өзіміздің қазақи оюлар. Жәнегі сырғалым деген жазуды көріңіздер, үстінде жазылып тұр. Қазір енді шын кіріп көрсетемін. Бісміллә. Жәнеден ашылып жатыр ағайын. Жап жаңа мейрамхана. Кіребесі осындай. 15-нен бастап ашылады. Сырғалым. Міне, кіребесі осындай. Фото аймақ дейді ғой. Осы жер фото аймақ болады. Сырғалым деген жерде жазылып тұр. Жап жарық. Жәнеден жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұйыртса міне жаңа жиһаз ағайын. Керемет. Қазір ар жағында сіздерге үлкен залды және де ішіндегі көріністің бәрін көрсететін болам қазір. Қараңыздар. Міне қандай керемет көрініс ағайын. Сырғалым. Осылай, мына жерге кіретін болсақ, әйелдердің дәретханасы. Қызыл бояумен боялған. Міне қол жуғыштар қандай керемет. Бір, екі, үш, төрт дәретхана. Бәрі жәнеден жасалған. Мұнандай әдемі шамдар ілініп тұр. Қабырғадағы арғара енді қазір еркектердің дәретханасы ағайын. Міне көк түстегі бояуда үлкен айна. Міне қараңыздар. Шамдардың бәрі жап-және жарқырап тұр. Мына жақта еркектердікі мынандай екеу бар. Және де осындай бәрі су және жасалған, есіктің бәрі және. Енді бұйыртса қараңыздар қандай керемет. Ешқандай діңгек дейді ғой, діңгек жоқ. Кәдімгі тап-таза, үлкен, ауасы кең. Осындай мейрамхана бұйыртса ашылғайы жатыр 15-нен бастап. Міне тойға 300 адамға тапсырыс 15-нен бастап қабылдайды. Жаңа жылдық кештер, корпоратив дейді ғой, корпоративтарды 15-нен бастап қабылдайды. Үлкен 3x4 LED экран 4К сапасымен. Неше сияқты міне музыканың көкесі осында болады. Қандай колонкалар, міне қараңыздар. Аппаратурам бәрі су жаңа. Міне қараңыздар ағайын. DJ-лер болады, кәдімгі DJ-лер болады. Мына аппаратурам бәрі су жаңа. Қараңыздар ағайын. Неше түрлі. Аспа шамдарды қараңыздар. Керемет. Осындай су және мейрамханада бәрлеріңізге той жасауғанға Алла тағала нәсіп етсін. Міне аспа шамдардың бәрі қабырғалық осындай. Орындықтардың бәрі су жаңа. Үстел және де ертең күні 14 колонка бар екен. 14 колонка. Анда екеу. Ана жақта 12 колонка. Сонген жастар үйленіп жатса той жасауға болады. Мынандай олардың отыратын орындықтары және де үстелді алып келді. Оны жинайды. 15-нен бастап Құдай бұйыртса той жасауға болады. Жерде мына жақта да LED экран, мына жақта да LED экран. Мынау біздің қазақи өзіміздің нақыштағы үлкен суреттер тоқымадан істелінген. Міне қараңыздар ағайын. Керемет үлкен. Осындай Өскеменде болмаған деп ойлаймын өзім негізі. Енді
Өскеменде осындай керемет мейрамдарды, тойларды өткізетін жер пайда болды. Ауасы таза, металлург кенті, және тағы да айта кетем, және де светомузыкалар қараңыздар. Міне, осындай светомузыкалар бар, ана жақта бар. Және де айтады ғой, өмірде тойда болады, қайғылы күндерде болады. Сондықтан ертең күні жаназаға 400 адам жерге ас беруге болады. Жылдықтар жәнегі ас береді ғой, соғанда тапсырыстарды қабылдайды. Не деп айтам? Ауасы кең, керемет. Жөндеудің бәрі жаңадан жап-жаңа. Жәнегі тұрағын көрсеттік. Тұрағының бәрі қаншама машина сияды жерге. Ешкім симай қыстырылысып жатпайды. Міне, Сырғалым деген мейрамхана қандай керемет. Ауасы кең. Және де екінші қабатында шай ішетін үлкен бөлімі бар. 30-40 адам сияды. Қазір оны да көрсетіп жібереміз. Керемет қазір. Әппақ, су жаңе, жап-жаңа. Осындайда той жасаған да бар, жасамаған да бар. Сіздер осыған үлгеріп, ең біріншіден той жасап, үлгеріңіздер. 15-нен бастап тапсырыстар қабылдайды. Міне, қазір сіздерге көрсете кетейін дегенім. Міне, мынау шай ішетін бөлме. Оның өзінің қабырғасында өзіміздің ұлттық нақыштағы оюлар, біздің өзіміздің қазақи даламыз, жылқымыз, қазақтарымыз, ана жақта біздің қойлар, сиырлар, жылқылар жүр. Осындай жер. Мына жерге енді қазір Құдай бұйыртса, өзіміздің домбыра, соңген ана бесік, қобыз, қасқырдың терісі, түлкінің терісі бәрі қойылатын болады. Есіктердің бәрі әппақ, керемет. Подвал емес, екінші қабатқа шығып, жайбарақат шай ішуге болады. Сондықтан ағайын, барлықтарыңызды осында шақырамыз. 15-нен бастап желтоқсанның тапсырыстарды қабылдауға болады. Тапсырыс берулерге болады. Цветочный көшесі 17, металлург кенті, бізде Өскеменде айтады, Куленовка деп айтады. Осындай жер. Келіңіздер, тапсырыс беріңіздер. Жақсы көңіл күйді кештерді өткізіңіздер, ағайын. Ассалаумағалейкум.